Сәлем, құрметті ханымдар, қолға крем жағу әдісімен бөлісейін. Алақаныма біраз кремді алып, алақанымды қыздырып аламын. Және де крем жақпас бұрын сіздер лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Крем жақпас бұрын қолымды осылай бір-екі рет қыздырып алатын боламыз. Ендігі кезекте өзіміздің түнгі қолымызға жағатын кремімізді алып, осылай жағамыз қолымызға керекті мөлшерде. Және де алақанмен емес, қолымыздың сыртын түйістіріп, осылай жеңіл массаж түрімен жағатын боламыз. Осылай қолымызға ақырын кремімізді сіңдіріп аламыз майдалап. Ендігі кезекте массаж жасаймыз қолымызға. Алақанымызды сипаймыз. Бір қолымызды екінші қолымызбен саусақтардың арасына кіргізіп, осылай қайырып, созып, бір саусақтарымызды келесі қолымызбен осылай тартып, сипалау арқылы созатын боламыз. Бұл біздің қолымыздың жалпы қан айналымызды жақсартады. Мінекей осылай екінші қолыңызға да жасайсыз. Неге осылай уқалай бересіз, созасыз қолыңызды. Және де мұны шынтақты да ұмытпау керек. Керекті мөлшерде крем алып, екі жақ қолыңыздың шынтақтың қолыңызды білегіңізге дейін жақсаңыз болады. Неге осылай шынтаққа дейін жақсаңыздар болады. Негізі міне күз келе жатыр. Таңғы уақытта күн суық, қолдарыңызды күтіп жүріңіздер. Көбінде қыздар бетіне күтім жасайды, қолын ұмытып кетеді. Қолды ұмытпау керек. Қолымыз әйтпесе бетімізден кәрі көрініп қалады. Және де мынау қолдарыңыз кейде ауылда тұратын кісілердің қолдары тез тозып кетеді ғой. Сол кезде бірінші суға, тұзды суға, сондай эфир майларын қосып, суға салып, жібітіп, кептіріп, содан кейін жақса, екі есе жақсы нәтиже аласыз.